Qo'riqlanuga yer izlab kelaman dedim. Voy, keyin mana yo'lovchi yo'ldan tushib kelayotgan bo'ladi. Shunda sinab qo'y. Kelingizlar, bizning yerimiz keyin, birga tasimiz bitir, shug'imiz shigin, men birga ko'shkes, avluga kelingizlar, ko'shib o'tiringizlar. Bizning yetti taqsa odamga qayerdagi o'rin topiladi. Voy rahmat. Бүгін наурыз мұсылман сағынған мейрам, ақ түйенің қарыны жарылған мейрам. Наурыз көже әзірлеп бәрбір шаңырақ, қадамымен құттасып бағылған мейман. Наурыз көже әзірлеп бәрбір шаңырақ, қадамымен құттасып бағылған мейман. Наурыз мейрамы, қазағыма қуаныш, шаттық сыйлады. Altı boyunca bu koşularımızda yer ürüp vereyim. Al aksakal. Ya az geldi. Başa ver. Өлікке шақырып отқандарыңызға мың алғыс. Тағы да бүгінгі өзі күннің өзі қасиетті күн, тұма күнге дәл келіп отыр екен. Оның үстіне ораза айтқа дәл келіп отыр екен. Сондықтан да бәріміздің Алла тағала басымызға амандық беретін саулық беретін шығар. Өмшін мерекелі күндер келіп отыр екен. Бастарыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Сіздердің әулеттеріңізге тек қана Алла тағалам жақсылық берсін, жылумен берсін, бақыт берсін, бағымен берсін. Бала шағаларың өссін, өлсін. Тек қана сіздердің әулеттеріңізге жақсылық болсын. Қатын көрші болайық. Мынау қазақ айтады ғой, үй таңдама, көрші таңда дейді. Көрші ақысы қиын болады дейді. Мінекей, көрші жақсы болу үшін бірінші біз өзіміз жақсы болуымыз керек. Өзіміз жақсы болсақ, көршілер де жақсы болады. Мінекей, басымызға аман, терімізге саулық берсін. Алла тағала халқымызға тыныштық, береке берсін, ынтымақ берсін, бақ дәулет берсін. Әумин. Көп рахмет. Жарайсың, келе ғой. Әкел, басын. Қасында сұрақтар тағамдарын ата дейді. Келе ғой. Қандай тағамдар бар? Әкел. Бидайдан жасалған не? Жақсы, маңызы келе ғой, әкеліп сен сұрақ. Балық тағамдарын ата дейді. Балық соба, нарма, қолған балық дейді. Өте жақсы, келе ғой. Алай, жеміс тағамдарын ата дейді. Қандай жеміс тағамдар білесің? Ата еді. Ой, жарайсың, келе ғой. Бірақ келе ғой, келе ғой. Оның тағамдарын аташы, мұнан не жасалады? Ата ғой. Бауырсақ. Көпе, атала, жайма. Ой, жарайсың. Ал балалар, мына сендер жаңағы ертең осы естелген тағамдарды жауап беріп жатсыңдар, иә? Келе ғой. Мына жерде наурыз көжеге не қосылады дейді? Наурыз көжеге қанша тағам қосылады? Айта қойшы. Жеті түрлі. Тағам қосылады, иә? Жеті түрлі тағам қосылады дейді. Балалар қараңдаршы, мына жерде осы үйдің перінен не істеп жатыр екен, сұрайық шығасың. Онда біздің қыздарымыз наурыз көженің жасалуын үйренсінші сіздерден. Қыздар Отырамыз, мінекей балалар, қыздар мінекей. Су құямыз, суға еңді саламыз. Одан кейін бір бүтінде мінекей балалар. қыздар қазір алып бардыр, қазанға дерлер. Етімізді саламыз. Қараңдар, қазанға не құйып жатыр, қараңдар жүгін. Артқа қараңдар, қазанға. Қазан жаққа барыңдар жүгін. Жарымызды жеті түрлі дәмді саламыз мінекей балалар. Көрдіңдер ма? Мінекей. Жеті түрлі дәмді саламыз. Балалар, тоз қосамыз. Нан саламыз, кеспе нан. Мінекей, көрдіңдер ма? Кеспе нан саламыз. Барлығын салып, жеті түрлі дәмімізді салып, суымызды құйып, етімізді салып, сүтімізді құйып, енді балалар бұны қақпағын жауып, қайнатып пісіремін. Балалар, наурыз көже дайын болғанша.
Бердік біз құрайық, қуық болып шаншылып, шаңырақты құрайық, кигіз үйге ұқсады, ойнымызды бастайық. Алғи құла шаңшығып қара көрінді, арғымақтар алдына. Осы сайлау үшін неден дайындаймыз балалар? Мынау өзі күнін түйеміз. Осыны түтіп, одан иіріп, жеп жасап. Одан сымақты жасаймыз. Сол жағын қазақшалап айтқанда мінер жақ дейді. Атта сол жақ, оң жақ деген болмайды. Мінер жақ, қамшылар жақ дейді. Қамшы ұстайтын жағын қамшылар жақ дейді. Мінетін жақты мінер жақ дейді. Міне, мынау қамшы ұстайтын жақ қамшылар. Бұл да оң сол деген жоқ. Мінер жақ, қамшылар жақ. Мінер жағынан мінеміз. Мінекей мына жақта мінеміз. Бисмилля. Мінекей қамшыны ұста. Міне, бұл қамшыны ұстайсыз. Міне, содан кейін қамшымен бүйтіп атты бүйтіп ұрасың. Чу-чу дейсің. Қазір біздің баламыз мына атқа мініп жатыр. Бұл баламыз тайға мініп, ашамайға мініп жатырмыз. Ашамай дегеніміз ол мына ер тоқымда аяғында үзеңгісі болмайды. Өйткені баланың жасына сай. Ол енді өсе келе біз балаларымыз тұлпарға мінеді. Сондықтан қазір балаларымыз сіздерге тұлпар биін билеп береді. Все ғой, тұлпар биін